Assalamu алейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге әртүрлі жеміс-жидектерден жасалатын ассорти компоты және мохито компотын мен қалай жасаймын, сонымен бөлісетін боламын. Егер сіздерге видео ұнап жатса, комментарий қалдырып, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше жасауға кірісеміз. Ең алдымен мен жеміс-жидектерімізді жақсылап жуып аламын. Және де жақсылап жуылған банкамызды жеміс-жидектердің жанына орналастырып шығамын. Бұл жерде мен банкаларды және қақпақтарын буламаймын. Тек қана ас содасымен жақсылап жуып аламын банканы. Енді жемістерді банканың ішіне сала бастаймыз. Бұл жерде мен екі алма түрін қолдандым. Бірі көк алма, бірі қызыл алма. Ең алдымен мен алмаларды салып шығамын. Үстінен қалған жемістерді саламын. Жеміс-жидектерді таңдар кезде сіздер оның қаттылығына өте мән беріңіздер. Біраз қаттылау болу керек, өйткені ыстық су құйған кезде езіліп кетпес үшін. Видеода көріп отырғаныңыздай, мен ең алдымен алмаларды саламын. Екінші болып қызыл сарғалыны саламын. Үшінші болып шабдалыны саламын. Төртінші болып өрікті саламын. Және де ең соңынан шиемізді салатын боламын. Әр үйдің қыз-келіншектері шиені таңдар кезде тәтті шиені салып жатады, кей кезде шиенің өзін салып жатады. Бұл жерде өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Бірақ шиені салсаңыздар, шие компотқа өзгеше дәм, ерекше дәм береді. Сол үшін шиені салғандарыңыз жөн болады. Мінекей достар, осылай барлығын салып шығамыз. Бұл арада мен суды газға қойып қойдым. Қазір қайнап қалды. Су ыстық, қайнап тұрған суымызды әрбір банкамызға толтыра бетінен құйып шығатын боламыз. Мінекей барлық жемістерімізді салып біттік. Өте әдемі көрінеді. Жеміс-жидектерді балалар қыста банканы ашқан кезде сүйіп, сүйсініп жейді. Сол үшін жемістерді көбірек салсаңыздар болады. Мохито үшін мен осылай құрғатылған жалбыз жапырағын салатын боламын. Және бір лимон қолданатын боламын. Лимонымызды 4 тілімге бөлдім. Әр банкаға 2 тілімнен саламын. Және кептірілген жалбыздың жапырағын саламын. Осылайша банкамызға салып шықтық. Лимон тілімі мен жалбыз жапырақтарын салдық. Енді қайнап тұрған суымызды үстінен құятын боламыз. Мінекей суымыз да қайнады. Енді осы суымызды алып, әрбір банкаға бетінен толтыра құйып шығамыз. Мінекей достар, бұл жерде бетінен толтыра құйып шығатын боламыз суды. Және қақпағын жабамыз. Барлық суымызды құйып болған соң банкамыздың үстін қалың көпемен әлде орамалмен 25-30 минутқа жауып қоятын боламыз. Біздің 30 минутымыз өтті. Енді банкамыздың үстін ашып, ішіндегі суын бөлек құйып алатын боламыз. Бұл жерде мен мохито компотының суын бөлек ыдысқа құйып аламын. Ал қалған компоттардың суын бір ыдысқа құямын. Өйткені мохито компотының суы басқа компоттың суынан қарағанда дәмі басқаша болады. Әрбір банкаға 3 ас қасық құмшекер салдым мен. Барлығын қосып бірге салдым. Енді осылай барлық компотымыздың суын бір ыдысқа құйып, үстінен шекерімізді салып, оны қайнатуға қойып қоямыз. Мінекей достар, суларымыз қайнады. Енді банкамызға қайта құя бастаймыз.
Мохито компотының дәмі өзгеше әрі ерекше болып келеді. Сол үшін бөлек ыдысқа құйып алатын боламыз. Мохито компотының суын тауысып біттік. Енді қалған ассорти компотының қайнаған суын үстеріне құйып шығатын боламыз. Осылайша банкаларымыздың үстінен қайнаған суымызды құйып шығамыз. Суы құйылған дайын банкамыздың енді қақпақтарын жабуға кірісеміз. Қақпақ жапқыштың көмегімен барлық банкамызды осылай жауып шықтым. Жабар кезде байқап жабыңыздар, өйткені егер қатты басып жіберсеңіздер, қақпақтың резинкасы сыртқа шығып кетеді. Осылай жабылған банкамызды әрлі-берлі қозғап алатын боламыз. Жеміс-жидектерін араластырамыз осылай қозғаудың арқасында. Енді банкаларымызды төңкеріп, үстін қалың орамалмен әлде көрпемен таңға дейін жауып қоямыз. Осылайша банкаларымызды бір-біріне тығыз орналастырудың арқасында банкаларымыздың қақпақтары жақсылап жабылады және атылмайтын болады. Алдағы уақытта тез атылып кетпейтін болады. Мінекей біздің таңымыз атты, банкамыз осылай суыды. Достар, алдағы уақытта мен сіздермен жаз мезгілінде жабылатын басқа да салат түрлерімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Келесі видеомда жіберіп болмас үшін қоңырауша белгісін басыңыздар. Менің жасаған осы тәсілім сіздерге ұнап жатса, жасап көрсеңіздер болады. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.